Кешіріңіз де ұмытыңыз. Мәсіхтің арқасында өздеріңді Құдай кешіргендей, сендер де өзара кешірімді болыңдар. Ефестіктерге арналған хат 4-ші тарау 32-ші аят. Бір күні ғұламалар сирек кездесетін маймылды еш залал келтірмей ұстауға саяхатқа шығады. Сол үшін оларды ұстаудың амалын жасап алады. Мойыны жіңішке келген бір ыдыстың ішінде бір уыс жаңғақ салады. Әлгі жаңғақтың иісін сезген маймылдар сол ыдысқа қарай жүгіріп барып, жаңғақты алуға тырысады. Ал қайтадан қолдарын алмақ болғанда, шығара алмағандарын ғалымдар байқайды. Олар қақпанға түсті. Қашып та кете алмайды. Ал жаңғақты жібергілері де келмейді. Біз кейде сол маймылдарға ұқсаймыз. Солай емес пе? Басымыздан өткен істерден қашып құтыла алмаймыз. Ал олардан арылғымыз да келмейді. Сізге біреу жамандық жасаған кезі болды ма? Сонда сіз өзіңізге, мен тірі тұрғанда бұны ешқашан ұмыта алмаспын дедіңіз бе? Сіз білерсіз, білмессіз, ашу өкпені сіз емес, қайта ол сізді байлап тұр. Сіз қақпанға түстіңіз. Ашу ызаның нағыз құрбаны соны көтеріп жүрген адамның өзі. Сіз де көтеріп жүрсіз бе? Олай болса есіңізде болсын. Әрі қарай жек көруді соза бермеңіз. Бұл өзін өлтіруге бірте-бірте апаратын жол. Сіз өзіңіз емес, тек екінші жақтың кешірім сұрауы керек деп ойлайсыз ба? Ойланып көріңізші. Иса айтқан: Мәсіхтің арқасында өздеріңді Құдай кешіргендей, сендер де өзара кешірімді болыңдар. Мәсіх сізді қалай кешірген? А. Сізді кешіруге лайықсыз кезінде. Ешқандай шартсыз. Б. Ол сіздің сөзіңізде тұрмайтыныңызды анық біле тұра. Мұның жауабы қандай деп сұрарсыз? Кешіріңіз де ұмытыңыз. Көптеген мәселелерді шешудің орнына оларды ұмыту керек. Кешіру дегеніміз тұтқында отырған адамды босату және сол тұтқын өзіңіз екеніне көз жеткізу.